таспен сүрткендер бар ма? Яғни оларды бір семіз демейік, бір әдемі, жылу неме сөзбенен бір пупсиктар деп алайық. Донердің исі қайдан шығып тұр деймін. Бүгін бізді қолдап атқан жастың отаны, бұрдың нұрдың отаны болған, қазір аманат. Пожалуйста. Біздің директордың өзі 2 кеспен келетін сияқтын жұмысқа. Барлықтарыңызға сәлем, ассалаумағалейкум. Араларыңызда мені танитындарыңыз бар ма? Тамаша, рахмет. Және де егер де араларыңызда мені танымайтындарыңыз болса, есімім Думан, бойым 182, салмағым 115 килограмм. Жалпы осы салмақ мәселесіне келетін болсақ, жалпы көптеген жігіттерді өзіммен түсіне білмеймін. Яғни мен сияқты шамалы бүйтіп семіздеу, яғни оларды бір семіз демейік, бір әдемі, жылу неме сөзбенен бір пупсиктар деп алайық, давайте. Мен сондай пупсиктарды көбінесе түсіне білмеймін. Яғни осындай пупсиктарымыз бір көшеде кетіп барысқан кезде, неге сіздер постоянно осы пупсиктар көшеден кетіп барысқан кезде алдарыңыздан бір соска қыз шықса болды, мына қарындарыңызды былайынан тартып алып өздерінше қасына бүйтіп қатайып өтесіздер. Неге? Жалпы сіздердің ойларыңызша қарындарыңызды былайынан тартқан кезде, мына сіздердің емшектеріңіздің грудактарыңыз бар ғой? Сіздердің ойларыңызша бір качоктың, еркектің бір грудаг сияқты болып көрінеді. Бірақ нифига качок емес. Сіздердікі примерно көріну мүмкін, бір Камшат Жолдыбаева немесе бір Мадина Садуақасовна, бірақ качок болып көрінбейді. Және де арнайы осындай артық салмақпенен жүрген достар білет жалпы. Артық салмағы барлар білет. Көптеген олардың достары көбінесе оларды унижать ете береді. Унижать ететін бір сөздердің ішіндегі бір ең хитовыйлар бар. Думан қашан туасың? Сенікі неше айлық? Сосын көптеген жағдайда тағы да бір плюстарының бірі, автобуста көптеген жастар орын береді. Яғни деген сияқты ғой. Және де арнайы осы Камшат Жолдыбаева демекші, барлықтарыңыз Әділет Айтмұхамбетов деген жігіт танитын шығарсыздар шын жүректен. Әділет Айтмұхамбетов дейтін досым, мен осылайынан бүйтіп ішім тартып, осылайынан бір Камшатқа ұқсаған сәтімде көрген кетте, жалпы маған жаман бір кезде бір шатыр кетіп қалды. Анда-санда Камшатым деп еркелетіп қояды. Бірақ маған бір как-то ол нәрсе приятный нәрсе. Және де арамызда осы әскерде служить еткендер бар ма? Сосын вахтовый методта жұмыс жасайтындар, сосын бойдақтар бар ма? Вот, келесі әңгіме сіздерге арналады. Жалпы бойдақтар, өзімде бойдақпын, 25 жасыма дейін, прикиньте, нәпсімді бұлайынан ұстап жүрім. Белдің бәрі толып қалған кәдімгідей бар ғой. Кейбір сәтте мынандай кездер болады. Бір жақсылап тұр, бір төңгірек болады ғой, бір душқа түсіп аласың. Немесе бүйтіп достарымен баняға түсіп келгеннен кейін үйге бүйтіп бар ғой, кайфовать етіп келіп, бүйтіп диванға жатып, ұйықтап кетесің. И сол кезде бар ғой, бір күшті түс көресің. И сол түсінде бар ғой, түсінде көбінесе маған бір неге екенін білмеймін, Дженнифер Лопес, немесе Камшат Жолдыбаева келеді. Вот сол кезде нәпсіні тыйғанның көкесі болады. Сосын таңертеңгілік оянасың. Оянғаннан кейін міндетті түрде бір жуынып шығу керек болады. Және де 1-2 күнге дейін үйлену туралы темалардың барлығын жай-жайлап ұмытасың. Жалпы енді қыздармен танысқан кезде менде өзімде кішігірім бір комплекстарым бар. Кез келген адамдардың бір комплекстары болады ғой. Жалпы менің комплексім, менің ойымша кішкентай кезімнен басталды. Яғни араларыңызда мама-папа ойнағандар бар ма? Вот, мама-папа ойнағандар мені түсінеді. Жалпы мама-папа ойнаған кезде, постоянно бөлінген кезде мен папасы боламай қалатынмын. Постоянно әйтеуір бір көршісі, немесе бір әжесі өліп қалған шалдың образы, көршінің баласы, постоянно бір сондай образдар түсетін. А постоянно папасы болып, менің бір нағашағам бар. Мен ол деген болена денесі спортивный кішкене түр деген әдемілеу. Сол постоянно папаның образын ойнайтын. Ойнаған болатын. Енді жалпы, осы ағам нағашағам бар ғой, осы примерно қазір жасы 27-ге толды. Осыдан бір 4-5 күн бұрын хабарласты. Алло, Думан, қалайсың? Жақсы өзің қалайсың? Думан, давай Астанаға барып қайтайық деді. Менде де ойымда ештеңе жоқ. Жарайды, онда барсақ барып қайтайық дедік. Астанаға барып келдік, Астанаға бардық. Астанаға барған кезде нағашағам не дейді? Думан, давай екеуміз
барып мама папа ойнап кетейік дейді ше. Қайда барып ойнаймыз деп, вокзал жаққа барып ойнап қайтайық мама папа дейді ше. Сосын айтады да, қойық, менде детский травма бар, мама папаны мен ойнамай-ақ қояйын, лучше сен өзің ойнай бер дедім. Сосын бір кезде ойымызда ешне жоқ, вокзал жаққа бардық. Оказывается, өздерінің домиктар бар екен, мама папа ойнайтын. Сосын көшеде вокзалдың жанында былайына нағашы ағам кетіп бара жатыр, қасына мынандай примерно еліне қып-қызыл, шашы мынандай сарылау, көзінде очки киген, қолында мынандай айфоны бар, аузында сағыз, мына жерінде үлкен жүзігі бар, қасын білесің ғой. Сондай бір тәтеміз бүйтіп өтіп бара жатты да, ағам құлағына бірдеме деп сыбырлады. Ағамның құлағының ойында ештеңе жоқ, артынан прямойдан еріп кетті. Айтты, қазір 1 сағаттан кейін келем деп, артынан бірге кіріп кетті. Бірақ уақыты 1 сағатқа жеткен жоқ. 3 минуттан кейін бірден атып шықты. Енді кез келген адамның өзінің слабостары болады ғой. 3 минуттан кейін атып шықты. Жалпы бұныменен айтқым келгені не? Жалпы жақында ғана отбасы күні болды. Сондықтан да барлықтарыңызды отбасы күніменен шын жүректен құттықтаймын. Мен де осы. Рахмет. Всем здравствуйте, всем ассаламу алейкум. Как ваше настроение? Давайте похлопаем. Стендап дейді ғой. Бұл да коронавирус құсап, наконец-то келді біздің Қарағандыға. Нау, YouTube-тың анонсына болсын. Бұл менің стендапыма жатпайды. Бәрі ауылдың балалар ғой, ана кезде отқан. Ауылда өскен балалар ғой, көбінесе ұлдар. Таспен сүрткендер бар ма? Қой бағып жүріп. Шифрмен ыңғайлы, отырасың да, таста шифрда таппай қап, мақта таптым деп сүртіп жіберіп, сөйтсең ол стекловата болып шыға ма? Дальше, енді өзім стендапыма көшейік. Мынау чисто YouTube-ның анонсына. Заңғар звондады, Заңғар мен Ернат звондады, стендапқа келесің, стендап ойнайсың ба деді. Стендап деген қатты естуім жоқ. Мен ойладым, стендап деген не деп сұрап ем, монолог оқисың деді. Сосын монолог деген не деп жазып ем, әзіл әлемі, базар жоқ, Тұрсынбектің монологтары шықты. Сөйтіп тура қазір тұрғанда өз-өзімді қанат сезіндім деп. Сосын Аманғалидың концертін көрдім деп. Бүкіл өнерімді қырылып көрсетіп атсам, Заңғар, басың істей ма? Болмайды ол Тұрсынбектікі, республиканский ғой, бұл жастарға, бұл кальянный әзілдер болу керек деп ұрысып тастады. Заңғарға қарап тұрдым да, үлкемін деп қатаймаш, понятияң нөл ғой дедім. Жоқ, алмайды. Сосын кім Заңғар айтты, өзіңді таныстырсайшы деді. Енді бірінші стендап, по-любому ел танысын, ертең YouTube-тан көреді деді. Таныстырғанда қалады, просто қыссын емес қой, таныстыра салатын, күлкінішті болу керек деді. Например, менің есім Хидаят. Уже подозрительно ма? Уже подозрительно ма кәдімгідей. Ұйғыр емеспін, дунган емеспін, қазақпын. Сосын көп кездесетіні, мен көп ыңғайсызданам, өз есімнен бар ғой, жаспын, әлі бойдақпын да, клубқа барам, неге барам да, барғым келмейді негізі бар ғой, нәпсі құрғыр кешкі 8-де киіндіреді да, таңғы 6-та кеп тастайды ғой үйге. Кальянда неде жүрем, бірақ мен шүкір етем, өз есіммен шүкір етем, барынша тырысам мен, нет бармауға, нетпеуге, бірақ мен Мұхаммед деген кальяншік досым бар, оған не дейсіңдер? Шүкір ететін тағы бір адам бар, ол Амилай. Амилайдың шын есімі кім екенін білесіңдер ма? Абылай хан ғой. Сосын, рахмет, бәсі сөйтіп шама қолдап отырыңдаршы. Импровизистығам. Сосын, тупой сұрақтардан шаршадым мен. Конкретно айтайын. Былай басталды. Мен қалада сестренкіммен тұрам. Бір үйде тұрамыз. Менде және сестренкамда ғана кілт бар үйдің. Мен кешік келем, кілтпен өз үйімді ашып, кірем. Ең бірінші естейтін тупой сұрағым, Хидаят. Үндемей тұрам. Ау десем, сен ба дейді. Барынша сабыр сақтайсың. Сосын кеп, шай ішесің ғой. Шай ішіп отырасың кешкі асты. Сосын сотқыш құлап отырып, кесені бере саласың, пустой кесені. Келесі тупой сұрақ, шай ішесің ба дейді. Пустой кесені отырып, жоқ, виски сальдом қарындас дедім.
Сосын жарайды, шай ішіп болдық. Енді бетті сипалап әйтеуір дұға білмесек те бүйтіп бетімді сипалайтын әдетіміз бар. Дұға білмесек те бетімді сипалап кетіп баратсаң, болдың ба дейді. Жоқ, қазір қайтып айналып келем, 5 минуттан кейін бір ішімді босатып алайын дейді. Сосын басыңнан өткен қызықты оқиға айтсын деді. Басымнан мынандай қызықты оқиға болды. 2018 жылы бездельник болып кеттім, ауылда жүрмін, армиядан келдім. Не істерімді білмей жүрмін, әлі тупит етіп жүрмін, армияның темасына раз, два деп қуып жүрсің ғой әлі армияның темасына. Сосын жұмысқа тұру керек болды. Өйткені 11-ші айфон алғам, соның кредитін жабу керек болды. Мамадан сұрауға ұят, жасы 25-те. Сосын охранный агентствоға бардым. Отдел кадровтың алдына келіп документін тапсырып отырмын. Мына жақтан бір мужик келді. Бір мужик дегенде қалай? Түр ауыл енді. Мен өзім тупой сезінетін, бірақ енді анадан кейін уровень өсті самоценка. Бүйтіп келді, қасыма келіп отырды да отырып екен, мен документті тапсырып қойдым, қолында КМБ-ға жинағандай документі бар. Отырды да, брат, отдел кадров деген қыз ба, ұл ма деген сұрақ қойды. Сосын, мен білмеймін, брат, оның ішінде адам көп қой дедім. Сұрақ қойға ыңғайсызданып отқанын біліп отырмын. Брат, бірдеңе сұрай қойшы деді. Я, сұрай бер деген. Брат, неме? Сонда отдел кадров деген адамның аты ма дейді ғой. Сосын қалай деп түсінбей жатсам, сөйтсем ол отдел аты, кадр фамилиясы деп ойлап жүр екен ғой. Сосын ана бала енді қазір шындықты айтсам асылып қалып, немесе қолын лезвімен тіледі деп ойладым да, жайлап түсіндірдім, брат, құма ол отдел кадров деген қазақшадан кадр бөлімі деп ауысады деген, братынан ешкімге айтпа деді ғой. Қазір бәріңе жайып салып отырмын ғой, Рамазан қалайсың? Сосын менің бір жаман әдетім ба, жақсы әдетім ба білмеймін. Мен қазақ тілі пәнін қатты оқығам. Буындау дейтін бар ғой. Мысал үшін мен есімдерді, кез келген номерді буындап сөйлеймін. Мысал үшін дудың маны, жанның саясы, мақтың палы, номерді айтсам да 8-дің 747-сі, 100-дің 84-і, 40-дің 79 деп сөйтіп айтам да. Сосын есімдерді көбінесе Қасымның ханы, Нойдың аны деп ше. Бірақ мен бірақ есімді ғана нетпеймін. Аты Амир. Бүгін бізді қолдап атқан жастың отаны, бұрдың нұрдың отаны оған қазір аманат. Мен де болса, рахмет сіздермен болған хидаят. Қалайсыздар? Атым Қуандық. Достарым, таныстарым, үйдегілерім, тіпті колледждағы кейбір мұғалімдер кука дейді барлығы. Бірінші әріп К, С емес. Майқұдықта тұрам. Осы қарағанды. Майқұдықтың адамдары бар ма залда? Сразу білінеді. Донердің исі қайдан шығып тұр деймін. Мен Майқұдықта тұрам. Майқұдықта білесіздер ме? Неше түрлі қызықты адамдар бар Майқұдықта. Мен біле таңертең қыстың кезінде сабаққа барып жатқам. Дала аяз минус 30 градус. Маған қарсы бір орыс кісі жүгіріп келе жатыр ше, пробежкада жүр ғой. Үстінде кәдімгі куртка, астында кәдімгі қысқа аяқ киім, бірақ бұтында шорты. Мен ойладым, базар жоқ, спортик шығар деп, может. Одан резко қасынан жүгіріп өткен, сразу ойым өзгерді. Мынаның қай жері спорт мынаның? Мынаның ертең жоқ дегенде екі жері ауырады ғой примерно. Сосын бір рет мен балконда тұрған бір бітті баланы көрдім. Оң қолында доп, сол қолында пистолет, мойында ойыншық, телефон, аузында чупа-чупс. Мен ойладым, мына бала или 10-шы этажда тұрады, или далаға не алып шығарын білмеді ше. Просто андай қаншама ойыншықтың бәрін қайдан алған, қайтеді деп енді ойланып отқам, артынан үш бала келе жатыр жылап. Түсіндік, қайдан алған. Мен колледжде оқимын, 4-ші курста. Бір жаманы менің колледжімді ешкім білмейді қайда екен. СМК деген колледжде оқимын. Бар ма білетіндер СМК? Пожалуйста. Біздің директордың өзі 2 кеспен келетін сияқты жұмысқа. Алдында да автобуспен келе жатсам да маған айтады, танысым. Как келесі, сен колледжің ба? Жоға, мен СМК-да оқимын. Келесі ХМК білет.
иә, байқаған шығарсыздар, өнер көрсетіп жатқан комиктердің кейбіреулері үйленген, даже бала шағалары бар. Мен үйленбеген, бойдақпын, қызым да жоқ. Бірақ енді андай таныстарым көп, мен қыздарды өте көп ауыстыратындар болады ғой. Бар ма сондай таныстарыңыз, бар ма? Или қыздар? Кім шапалақтаған жоқ, значит өздері сондай. Просто алдында да мен бір танысым айтады, прикинь, автобуспен сабаққа бара жатқан, маған бір қыз өзі келіп тақалды ғой, прикинь. Мен айттым, қойшы әлде қандай мен. Ол қыздың жұмысы сондай, ол қыз кондуктор. Иә, стендаппен айналысқан ұнайды негізі, бірақ көбінесе бос уақытта айналысам. Сонымен қатар бос уақытында кітап оқығанды жақсы көрем, таңертең ерте тұрып жүгіргенді жақсы көрем, сосын ұйықтағанды жақсы көрем. Өйткені ұйықтаған кезде түсімде кітап оқимын, таңертең тұрып жүгірем. Иә, еще қатысқан комиктердің көбісі өнер барысына қатысқан. Білесіздер ғой өнер барысы не екен, иә? Иә, өнер барыстарына қатысты. Бірақ мен адамдардан да лақабатпен, кличкамен сөйлесетін адам. Сол себепті кличкаларына тиісіп өтпеу мүмкін емес болды мен үшін. Мысалы, осында жүрген Ернат аға қатысты өнер барысына. Ол кісінің лақабаты Черный. Мұнда бәрі түсінікті деп ойлаймын, иә? Сосын Дәке қатысты жүргізуші. Думанаған лақабаты Пупсик. Пупсик. Егер мен борец болып, маған қарсы Пупсиктен шығады десем, мен вообще дайындалмаушы едім. Дайындалушы едім, бірақ енді 1-2 сағат қалғанда жарысқа. Иә, өзім жайлы қысқа бір ақпарат. Қазір білесіздер ғой, барлық нәрсені қысқа уақытта үйреніп алуға, типа бір айдың ішінде ағылшын тілі деген сияқты. Мен бір аптаның ішінде актерлік шеберлікті бітіргем. Бірақ енді бағасы капец қымбат, 20 000 теңге бір күн. Сол себеппен ол жерде 2 нәрсені үйрендім. Бір, өкіну. Екі, өтірік айту. Иә, стендаппен айналысқа ұнайды, жаңа айтқандай. Бірақ уже мен стендапқа бүгін 3-ші рет шығып тұрмын, уже андай адамдар пайда болды. Не мынау стендап, мендап деген. Жас емессіңдер ма, дұрыстап жұмыспен айналыспайсыңдар ма, ананы істе, мынаны істе, үйрен. Мен айттым, тәте керек емес, маған просто сдачамды беріңізші, болды, мен кетемін.